Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін сыныпта кім жоқ? Түгелміз бе? Барлығымыз түгелміз бе? Жақсы. Бізге бірінші сабақ басталмас бұрын сіздерге ми заряды, яғни бағалау парағын сіздерге таратайын. Осы арқылы осы сабақта жинаған ұпайларымызды белгілеп, соңынан осы балдың қорытындысымен ұпайларыңыз қойылады. Түсінікті ме? Сонымен қатар сіздерде кері байланыс берілген, сабақтың соңынан кері байланысты жасаймыз. Так, ала қояйық. Сонымен бүгінгі біздің үй тапсырмамыз WordWall платформасы арқылы сұралады. Сіздерде мына жерде сұрақтар мен жауаптар берілген. Сұрақтар мен жауаптарды бір-біріне байланыстырамыз. Біздегі бірінші сұрақ: бауырды ең алғаш қай жасушада қалыптасты? Кімде қалыптасты? Мына жерде жауабын білсек, келіп белгілей қояйық. Келе ғой. Келе ғой. Қайда қай жасушада ұлуда? Апара ғой. Молодец. Келесі. Ең ірі без. Адам ағзасындағы ең ірі без. Қандай без? Келе ғой. Келесі, адам тамақтанбағанда өт қабында жиналады. Не жиналатын еді бізде өт қабында? Жоқ. Не жиналады? Адам тамақтанбағанда өт қабында не жинақталады? Жоқ. Не жинақталады? Иә, келе белгіле ғой. Келе. Өтке апарасың. Ұйқы безінің ферменті, алдыңға ас қорыту сабағынан білеміз біздер, ас қорыту мүшелері. Келе ғой. Келе ғой. Кел белгіле ғой. Отыра ғой. Өт құрамында судың пайызы. Келе ғой. — 97-98%. Бауырдың жалпы массасы қандай? Келе ғой. Ұлтабардың ферменті. Келе ғой. Кел. Әркім өзінің жауап берген сұрағына мұқият боламыз. Қазір сол бойынша балдарымызды аламыз. Келесі, билирубин бұл сары түсті зат. Кім келеді? Кел. Сары түсті зат. Енді осы бойынша біз жауаптарды тексерейік. Билирубин дұрыс, ұйқы безі дұрыс, бауырдың массасы дұрыс, ең ірі без дұрыс, ұлтабардың ферменті дұрыс, өт құрамында су дұрыс, барлығы дұрыс. Жауап берген оқушылар өз ұпайымызды қазір белгілейміз. Өз ұпайымызды белгілей отырайық. Сіздердің ұпайларыңыз WordWall бойынша дұрыс жауапқа 2 балдан. 2 балды белгілейміз қағазымыздан. Енді үй тапсырмасын болсақ, бүгінгі күннің жадын жазайық дәптерге. Тақырыбымыз жасуша мембранасы арқылы белсенді және енжар тасымалдаудың ұқсастықтары мен айырмашылықтары. Тақырыпты жас болғаннан кейін мен сіздерді топқа бөліп жіберейін. Топқа бөлінейік. Яғни біз топқа PPT программасы арқылы бөлінеміз. Мына жерде осы сабаққа қатысып отырған адамдардың, яғни оқушылардың барлықтарыңыздың аттарыңыз бар. 3 топқа бөлінеміз қазір. Бірінші топ: Сәттібек, Нұрдәурен, Айгерім, Ерасыл, Амина, Алтынай, Еділ. Бірінші топ.
Екінші топ Каусар, Ержан, Бақыт, Гүлфайруз, Даниял, Ерсін. Үшінші топ Жансерік, Ислам, Алишер, Қасымхан, Руслан, Нажжан. Ауса қояйық тез, орын ауыстыра қояйық. Топқа бөлініп болдық қоя, сонымен бірінші топ бізде активті, екінші топ бізде пассивті, үшінші топ бізде диффузия топ. Яғни бүгінгі тақырып бойынша мен сіздерге қысқаша мәлімет бере кетейін. Жалпы заттардың тасымалы бұл ағзаның барлығында жүреді. Себебі тірі ағза қоршаған ортамен зат алмасу процестерін жүргізеді. Активті және пассивті заттар жасуша қабықшасы, жасуша мембранасы арқылы өтеді. Енді өздеріңіз білетіндей, біздер алдында айттық, жасуша қабықшасы бұл өсімдіктерде, жасуша мембранасы жануарларда болады. Нәруыздық қабаттармен түзіледі деп айттық, иә. Біздерде активті және пассивті тасымалдану бұл энергияның қатысында жүреді. Міндетті түрде біреуінде энергия қажет болса, екіншісіне энергия аса қажетті болмайды. Біздерде фагоцитоз және пиноцитоз деген ұғым бар. Фагоцитоз деп отырғанымыз үлкен ірі молекулалық жасушалардың енгізілуі, яғни нәруыздардың, көмірсулардың, майлардың енгізілуін айтамыз. Келесі бізде пиноцитоз. Пиноцитоз деп отырғанымыз бұл микромолекулалар, яғни судың сіңірілуін атайтын боламыз. Енді мен сіздерге келесі топтық тапсырма беремін. Бізде бірінші тапсырма топтық жұмыс. Бірінші топ сіздердің тақырыптарыңыз гамма ап жасанды интеллекті арқылы, жасуша мембранасы арқылы өтетін заттар сипатты презентация түрінде қорғайсыздар. Сіздерге қазір ноутбук берем, гамма ап приложениесін өздеріңізге түсіндірем, сол жерде орындайсыздар. Түсінікті ма? Келесі екінші топ белсенді тасымал мен енжар тасымалды ажыратып салыстыруды жасанды интеллект арқылы инфографика түрінде жасау. Инфографика деп отырғанымыз бұл сурет түрінде деген сөз. Түсінікті ма? Бұл жерде қолданатын сіздердің жасанды интеллекттеріңіз ChatGPT. Түсінікті ғой, ChatGPT арқылы. Келесі үшінші топ фагоцитоз процесін зерттеу суретін қарайсыздар. Сіздерге сурет берем. Фагоцитоздың кезеңдерін анықтап постер немесе сызба түрінде бейнелейсіздер. Яғни мына жерде қандай жасушаларда фагоцитоз жасай алады деген сұраққа жауап бересіздер. Келесі процесс кезеңдерін тізіп жазасыздар. Заттың танылуы деген не, жұтылуы деген не, ас қорыту және ыдырау деген не. Және қай сатыда энергияның мөлшері қалай жинақталатынын, таралатынын көрсетесіздер. Бірінші топ сіздерге гамма приложениесі. Барлығымыз бір жерге жинақталып, бірге орындаймыз, жақындаймыз бері қарай. Так, ана сыныпта топтарды таратып берейін. Сіздерде инфографика сурет түрінде жасайсыздар. Қазір неден қарайсыздар? ChatGPT-ден жаза беріңіздер, телефондарыңызды алып. Түсінікті ғой, иә? Келесі, сіздер үшінші топ. Сіздерге сурет берілген. Міне, бұл заттардың тасымалдану. Жақындаймыз бері қарай, иә? Осы бойынша ChatGPT арқылы орындаймыз. Түсінікті ғой, иә? Орындаймыз, кәнекей, жұмыла отыр орындайық. Бірінші топ сіздерге түсіндіріп жіберейін. Ал. Wi-Fi сөніп қалған. Wi-Fi аша ғой өзін. Приложение бойынша мына жерде сізде Create New деп тұр, иә? Осыны басамыз. Мына жерде Generate дейтін бар. Бұл презентация түрінде дайындауға арналған программа. Мына жерге сіздерге берілген сұрақты жазасыздар, иә? Сіздерге 3 бет, нақты 3 бет жарайды. 3 бетті таңдаймыз. Мына жерге қазір берілген тақырыпты жаза қойыңыздар. Иә, берілген тақырыпты жаза қойыңыздар. Жасуша мембранасы арқылы өтетін жасуша мембранасы арқылы өтетін сипаттау.
Енді соны баса қоямыз. Сіздерге 3 бет бойынша қазір мына жерде мазмұны шығады. Ана generate деген батырманы басамыз, астында тұрған. Неке енді сіздерге дайындалып шықты, иә? Осы бойынша сіздер қазір қорғауға дайындаласыздар. Ана тақтадан сіздерге шарт берем, иә? Осыны қорғауға дайындаламыз. Жақсы ма? Сендерге берген ғой фагоцитозда қандай жасушалар жасай алады дегенде, иә? Сендерде жазып қойыпсыздар, мысалы, лейкоциттер негізінен нейтрофильдер мен макрофагтар. Бұл лейкоциттердің негізгі жасушалары міндетті түрде оның құрамында болады. Одан кейін макрофагтар моноциттер дамиды, яғни макрофагтардың ішінде моноциттер болады деген сөз. Мына лейкоциттердің өзі нейтрофильдер мен моноциттерден тұрады деген сөз. Түсінікті ме? Мына жерде. Мынау дендриттік жасушалар деп отырғанымыз, бұл дендрит деп отырғанымыз жеке жасушалар. Түсінікті ме? Түсініңіздер ғой, иә? Қалған жерге жазған екенсіздер. Иә? Не, постерге түсіріп жатырық па? Жақсы. Сіздер дайынбыз ба? Дайын болып қалдық па? Ал. Пассивті тасымалдау дейінгі. Иә. Энергия жұмсалмайды, сосын барып заттар концентрациясы. Түрлерін айтсақ бола ма, апай? Иә, болады, иә. Түрлерін айтамыз ба? Айтсаңдар да болады бәрін. Негізі бірақ мына топ, оны қорғайтын мына топ. Сендер тек мынаған жалпылама анықтама берсеңдер болды. Түсінікті ма? Түсіндіңдер ма? Жақсы ма? Сонымен дайын топ бар ма? Дайын топ бар ма? Сіздер мына жерде активті және енжар тасымалдың суретін салғансыздар ғой, иә? Енді сіздер осыны постер кезінде постерді нақтылап қорғауға дайындаласыздар, мәлімет айтуға, түсінікті ма? Кітап бойынша мәліметтерді қараймыз, енжар және тасымал активті тасымал бойынша. Сіздерде жазыңыздар ма? Постерге жаздық па? Қайсыкенеке, аяқтадық па постерді? Жазып болдық па? Мына жерлерді толтырмадық па кішкене? Тағы бірдеңелер жазып. Мына жерлерді жазып. ChatGPT-дан қарап отырмыз ғой, иә? Осыны осы жерге жазып, барлығымыз қорғауға шығамыз. Сіздерде қарап жатсыздар ма? Қайсыкенеке? Сонымен қай топ дайын? Бірінші топ дайынбыз ба? Келе қойыңдар, дайын болса. Келе қойық. Бізге берілген тапсырма гамма приложениесі арқылы презентация жасау. Презентация тақырыбы жасуша мембранасы арқылы өтетін заттарды сипаттау. Жасушаның ішкі ортасы мен сыртқы ортасы арасындағы қақпа. Жасуша мембранасының тасымалдау механизмдерін зерттеу. Жасуша мембранасының селективтік өткізгіштігі. Жасуша мембранасы фосфолипидті екі қабаттан тұратын. Бұл пассивті диффузия және тасымалдауыш көмегі. Пассивті диффузия бұл кішкентай гидрофобты және зарядсыз молекулалар оттек, көмірқышқы газы және су тікелей мембрана арқылы энергиясыз өтеді. Тасымалдауыш көмегі бұл үлкен немесе зарядталған молекулалар, глюкоза, натрий, калий иондары арнайы канал немесе тасымалдауыш ақуыздар қолданады. Бұл селективті жасуша мембрана арқылы тасымалдың негізгі түрлері. Заттардың жасуша немесе жасушаның тысқары қозғалуы әртүрлі механизмдер арқылы жүзеге асады. Олар энергия қажет етуі немесе қажет етпеуінің байланысы шектеледі. Оларға пассивті тасымалдау, энергия жұмсалмайды. Заттар концентрация градиенті бойынша жоғарыдан төмен қарай қозғалады. Диффузия, осмос, фильтрация сияқты. Құрылымдық тасымал бұл пассивті тасымалдаулардың бір түрі. Молекулалар арнайы тасымалдаушы ақуыздар арқылы градиент бойынша жылдам өтеді. Активті тасымал энергия жұмсалады. Заттар концентрациясы градиентіне қарсы тасымалданады. Мысалы, натрий калий сорғысы. Қосымша тасымал. Ірі молекулалар мен бөлшектер, мысалы гормондар, нәруыздар сияқты тасымалдау эндоцитоз және экзоцитоз процестері арқылы жүреді. Бұл мембрананың пішіні өзгертуді талап етеді. Яғни сіздер жасанды интеллект гамма программасының жасап берген мәліметтеріне келісесіздер ма? Кітаппен салыстырдық па? Нақтылығына сенеміз ба?
Молодец. Жасуша мембранасы арқылы өтетін заттардың қалай сипатталатынын түсіндік қой, иә? Басқа топтарды түсіндік па? Отыра қойыңыздар. Келесі екінші топ келе қояйық, дайын болсақ. Келе қояйық. Екінші топ сіздерге берілген тапсырма, яғни ChatGPT арқылы активті және енжар, белсенді және енжар тасымалдауға инфографика жасау, иә? Айта ойыңыздар, құрай ойыңыздар, қосылыңыздар. Көп жерден аз жерге қарай қозғалады. Оның түрлеріне қарапайым диффузия, жеңілдететін диффузия және орташа. Екінші түрі активті тасымалдану, яғни белсенді тасымалдану кезінде энергия көптеп жұмсалады және концентрация градиентіне қарсы қозғалады. Оның үш түрі бар: иондық насос және эндоцитоз, экзоцитоз. Жақсы. Отыра қойыңыздар. Жұмыс керемет. Келесі, үшінші топ дайынбыз ба? Үшінші топ келе қояйық. Екеуіңіз қорғайсыздар ма? Келе қойыңыздар. Сіздерге берілген тапсырма, яғни сіздерге сурет берілді, сол арқылы тапсырма орындау керек. Бұл сіздерде фагоцитоз қандай ағзада жүреді, жұтылу, тану, астың қорытылу деген сияқты этаптар сипаттау еді. ChatGPT-дің көмегімен. Орында айта қояйық. Біріншісі фагоцитоз жасай алатын жасушалар. Лейкоциттер негізінде нейтрofilдер мен макрофагтар, және де макрофагтар, дендриттік жасушалар. Бұл жасушалар бөгде заттарды немесе макрофаг ағзадағыларды жұтып жоя алады. Екіншісі фагоцитоз процесінің кезеңдері. Біріншісі заттың танылуы, екіншісі қабылдануы, және үшіншісі аз қорыту және ыдырауы. Үшіншісі энергия тасымалдайтын заты. Біріншісі қабылдану, және бұл белсенді процесс жасуша мембранасы қозғалысын қажет етеді. Сондықтан артықлы энергиясы жұмсалады. Келесі құрай. Тану және байланыс фагоцит бөгде затты антигендер микробты таниды және оның бетімен байланысады. Бұл кезде рецепторлар мен антиген арасында байланыс жүреді. Екіншіден, жұту, жасуша мембранасы бөгде бөлшекті оны ішке тартады. Осы кезде фагоциттік вакуум немесе фагоз түзіледі. Үшіншіден, қорытушы көпіршіктің қосылуы, ол фагоцитоз. Төртіншіден, қалдықтар шығару, экзоцитоз. Қорытылған қалдықтарды жасушадан сыртқа шығарады. Üçüncüden, hemotoksis, bөгде затты жақындау, фагоцит, жасушадан бөлінетін бөлшексіз, мысалы бактерияның бөлінетін заттарды сезіп қалады. Айта қой. Бұл суретте фагоцит жұтылу процесі, яғни эндоцитоздың бір түрі бейнеленген. Фагоцит бір жасушалы ағзаларда қоректену антисі болса, көп жасушаларда қорғаныс қызметін атқарады. Мысалы, амеба тіс ортасындағы қатты затты немесе басқа ұсақ бөлшектерді жұтып алуын көрсетеді. Бүгінгі өздеріңіздің тапсырмаларыңызды түсіндіңіздер ғой, иә? Басқа топтар түсіндік па тапсырманың орындалуын? Жақсы, отыра қойыңыздар. Сонымен оқушылар топтық жұмысты аяқтадық. Топтық жұмыста сіздерге берілетін баға 4 балл, яғни барлықтарыңыз бірдей қолдарыңыздағы ми зарядына 4 баллды белгілейміз. Белгілей қояйық. Белгілеп болсақ, бізде жеке жұмыс Learning Apps платформасы арқылы беріледі. Телефонымыздың камерасы арқылы сканерлей қояйық QR-кодты. Сіздерге Learning Apps платформасында енжар және белсенді тасымалдар берілген. Сол жерге екі бөлікке ана жерде берілген анықтамаларды топтастырамыз. Енжардікі қайсысы, белсендінікі қайсысы екенін топтастыра қояйық. Дұрыс жауапқа барлығы дұрыс болса, соңында астың жағында құс тұмсық белгісі бар, соны басып тексереміз. Барлығы дұрыс болатын болса, 4 баллды белгілейміз. 4 баллды белгілей қой өзіңнен. Сканерледік па? Барлығымыз ашылды ма?
сіздерде мына жерде ми шабуылы, ми заряды қағазында мына жерде 3 лампочка көріп тұрық па, иә? Сіздерге сабақ ұнаса жасыл түсті, ұнамаса сары түсті, мүлдем ұнамаған болса қызыл түске қос тұмсық белгісін қоя қояйық. Қоя қояйық, кәнекей. Болдық па? Қойып болдық па? Ендеше сіздерге тақтада кері байланыс көрсетілген. Барлығы түсінікті болса, жасыл түсті, менің бірнеше сұрақ, яғни осы тақырып бойынша түсінбеген сұрақтарыңыз болса, осы сары түсті, маған сабақ қиын болды, яғни сабақта мүлдем түсінбей қиналған жерлеріңіз болса, қызыл түсті келіп бір-бірлеп баса қояйық. Келе қойыңыздар. Маған бере қойыңыз қағазыңыз. Келесі келе беріңіздер. Тағысы бере қой. Келесі. Келе қояқ тез-тезден. Қандай сұрағың бар? Түсінбей қалдың ба? Сұрағыңды қоя қой. Қағазымыз қайда? Қағазымызды жинақтап маған бере қояйық, бағалау парағымызды. Баса қояйық тақтаны. Болдық па барлығымыз? Бастық па тақтаны? Енді сіздерге үйге тапсырма осы енжар және белсенді тасымал тақырыбын оқу. Сонымен қатар үйге тапсырма енжар және белсенді тасымалға кесте құру. Кестені ChatGPT арқылы құрамыз. Түсінікті ме? Құрылымдық бөліктердің анықтамаларын. Сау болыңыздар.